Сәлем бердік, баршаларыңыз қалайсыздар? Бүгінгі жасайтын тағамымыз негізі шұжық жасап көрсетейін деген. Бізше шұжық, ал енді колбаса ғой ойдағыдай. Әуелі біз қажетті, керекті заттарымыз мына сиырдың жаңағы несі, бүйрегі осы майымен, одан кейін барып жүрегін дайындап қойдым. Содан кейін ас шекті осылай алдырттым. Бұның жарсының 1 метрдей арнай алып, оны әбден тұзды сумен шайып дайындап қойдым. Бұл ас шекті мен 1 метрдей дайындадым, себебі азғандай болғаннан кейін сіздерге тек көрсету үшін осылай кесеге салып жуып, тұзды сумен әбден жуып дайындап қойдым. Одан кейінгі қажетіміз мына сүт керек болады. Мен алдым 2,5% сүттен алдым, осы 1 литр сүтті. Содан кейін паприкамыз бар, және мынандай ингредиенттеріміз бар. Ішінде зира да бар, тімен де бар, және ащы бұрыш, сосын және де паприка, осыны қосамыз. Тұзды білесіздер, осыны да қосамыз. Және осыншама сарымсақты қосатын боламыз. Соның бәрінің қазір біздер әуелі ірі көзді үкіштен өткізіп аламыз. Одан кейін барып тағы да екінші рет ол кезде майда үкіштен өткізетін боламыз. Мұны түсіріп атқан нем жаңағы күлдіріп атыр мені. Сонымен бірінші бастаймыз. Немізді, чесногымызды әзірге бұлай қоя тұрамыз. Енді бұларды осы бүйректен бастап мен тураймын, ұсақтап тураймды, одан кейін мясорубкаға өткізетін боламыз. Енді ет тарқышқан өткізетін боламыз. Бісміллә деп көрейік. Жаймен деп. Міне достар, бірінші үкіштен өткіздік, ірі көзден үкіштен өткіздік. Енді бұл бүйрек пен жүрек қой, бұлар қатты болады. Сондықтан екінші рет тағы да несін ауыстыратын боламыз, осыны ауыстырамыз. Осы майда үкішке қоямыз, содан кейін барып тағы да бір тартып аламыз. Міне достар, ірі көзден өткіздім да мынаны. Енді мына майда неге ауыстырып қойдым. Қазір тағы да бір тартып жібереміз мясорубкадан. Содан кейін барып шекке салып, мына чесноктарды, одан кейін приправаларды бәрін қосып, дәмін келтіріп, сүтімізді қосып, шекке салатын боламыз. Енді бісміллә деп бастайын. Тағы да мына қолмен алып, майдасына қоятын боламыз. Мен қазір салып толтырып алайын. Содан кейін, негізі қатты болады бұл. Жүрек деген қатты ғой. Сол үшін, жерден 2 рет көзден өткізу керек. Ірісінен және кішкентайынан деп. Одан кейін барып, неге духовкаға, я болмаса мантоваркаға салған кезде жақсы тез пісетіндей болу керек. Бісміллә рахман, қосайын деп атырмын. Мына сарымсағымызды жаңа арасына қосып жібердім мен 3-4-еуін. Енді осылай сарымсақты да қосып отырасыздар. Бір сарымсақты солаймен салып, мясорубкадан өткізетін боласыздар. Жаңағы майда үкіштен өткіздік. Енді мына ыдысымызға ауыстырамыз. Ауыстырып, осыған қосатындарды қосамыз. Әуелі бірінші тұздан бастаймыз. Тұзды енді көлеміне қарайсыздар. Қалай қосу керек, мен сіздердің білмеймін қой. Мен өзім енді кішкене осындай шай қасықпен қосып жатырмын. Қазір дәмін білетін боламын. Әрі араластырған сайын. Содан кейін барып, мынау дәмдеуіштер ғой жаңа. Осы дәмдеуіштерді қосамыз. Тімен бар, зира бар, сосын қара бұрыш, сосын ащы бұрыш, сосын осындай нелер бар. Осыны қосамыз қазір. Бісміллә рахман. Содан кейін паприка қосамыз. Паприкадан көбірек қосқан дұрыс. Бұл ешқандай ащы емес, дәм береді. Сондықтан осылай қосам енді. Енді қолмен жақсылап араластырамыз. Бісміллә деп. Араластырғанда өздеріңіз қарап отырыңыздар. Негізі жаңа сарымсақты бар ғой. Көп қосқан дұрыс. Менде сарымсақ үйде қалмаған екен. Шамалы қостым.
Sarımsaқты көбірек қоссаңыздар, шұжық дәмді болады. Сосын майлы болған жақсы. Менде жаңағы құйрық май болмады. Өзінің майымен осылай үкіштен өткізіп қоя салдым. Осылай жақсылап қолмен араластырасыздар. Дәмдеуіштер, тұзы бәрі осы массаға сіңу керек. Осы тап қазір осының өзінде де прям андай колбасаның иісі шығып тұр да. Енді қазір осыған сүт қосатын боламыз. Езіп осылай. Сүт неге керек? Ол шекке салғанда оңай болу үшін үстіне сүт, я болмаса сорпа қойғандарыңыз дұрыс. Еттің сорпасы болады ғой. Менде ет асылған жоқ, сондықтан осы нені жаңағы сүт қосып жасайын деп отырмын. Мендегі 2,5% сүт. Қазір осы көлеміне қараймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Негізі сұйық болған дұрыс та. Шетке өткенде жаңа жеңіл өтетіндей. Осы қолмен тағы да жақсылап араластырамыз. Егер қатты қою болатын болса, сүтті жаңағы құйып, сәл сұйықтау, қоймалжан қылып, шекке жаңа оңай өтетіндей қылып жасау керек. Еттің сорпасы да болады. Жаңа сиырдың етін жаңа бешбармақ ет асасыздар ғой, сол кезде осылай мынау әлі не қою болып кетті. Енді тағы да кішкене сүт қосамыз. Шекке өткенде салған кезде сонда жеңіл салыну үшін осылай сұйық болу керек. Қолмен әбден араластыра бересіздер. Содан кейін шекке салатын боламыз. Қазір көреміз шекке қалай өтеді, сосын көрсететін боламыз. Ана видеода қарайсыздар ғой. Шегіміз дайын. Мен өзім айттым, ол шамалы ғана алдым деп, я. Енді мен осы неге баклажкаға осылай жасап қойдым, крышкасын осылай түбінен тесіп, осыған қазір нені салатын боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламыз. Әлі қою сияқты, қанша сүт құйып атсақ та, негізі 1 литр сүт кету керек. Енді уақытты алады бұл деген. Бірақ жасап жесеңіздер өтер. Өзіміздің қолдан шыққан, ешқандай қоспасы жоқ, таза, қорықпай жей беруге болады да. Воронка болса тіптен жақсы. Мен енді мына шектің ішінде майы болады ғой, соны ішке қаратып, әбден тұзды суға жуып алдым. Сосын ішке қаратып қойдым майын. Осы қоймалжын жарайтын сияқты. Мен 1/2 литрдай құйдым, осы неге сүттен 1/2 литр сүт кетті деп. Енді осылай салып кете береміз. Міне достар, жасап қойдым. Негізі жұмсақ болу керек, андай іші сұйық бостау болу керек та. Қазір бұлар ісінеді ғой. Сол кезде шұжық сияқты әдемі пісетін болады. Қазірдің өзінде де иісі керемет болып тұр. Енді бұны духовкаға 60 минутқа қоямыз. 60 минутқа 200, я болмаса 190-200-ге қою керек. Мен 200-ге қояйын деп отырмын. 1 сағатқа. Достар, түсіріп алдым. Қып-қызыл қылып. Енді мына бетін қоям қазір. Сосын жанына тағы да жасап қойғам. Соның бәрін бірге қосатын болам. Енді мынау 190-ға қойып едім, 60 минутқа. Қазір енді тоже 60 минутқа қоям, бірақ 180-ге азайтам. 180 неге минутқа. Енді мынаны қосамыз қазір. Жанында пісе береді, анау бұлай. Қазір қолым жуып жіберейін. 180 градусқа тағы да 60 минутқа қойып қоямын. Міне біздің шұжығымыз дайын болды. Қалған пісіп жатыр неде, духовкада. Егер үйлеріңізде мантоварка болса, мантовка болатын болса, онда сол мантоваркаға пісіргендерім дұрыс. Мен духовкаға бірінші рет пісіріп тұрмын, бірақ маған осы ұнап тұр.
қып-қызыл әдемі болып. Әлі кескен жоқпын, кесіп көрсететін боламын. Мантоваркаға пісіріңіздер бар болса. Онда да жақсы піседі, күшті болып шығады. Мынау енді духовкадағы. Енді дәмін несін көрсетейін сіздерге кесіп. Бісміллахиррахманиррахим. Мама, ыстық қолым. Буы шығып жатқан шықты, иә. Бір андай ысталған бір нелер болады, еттер сияқты дәмі. Ай, несі түр. Енді суығанда туралады, әдем туралады да, қазір ыстық қолымда күйіп баратыр.